Саламатсыздар ма? Мен Байдилдаев Жанболат Нұрғалиұлы, Балқаш гуманитарлы техникалық колледждің арнайы пәндер оқытушысы. Пән атауы темір жолдың жалпы курсы және техникалық пайдалану ережелері. Сабақ тақырыбы қолданыстағы жол қорғау құрылғылары КТСМ 02. Сабақ мақсаты жалпы жол қорғау құрылғылары және олардың жұмыс принциптерін таныстыру. Жол қорғау немесе қауіпсіздік құрылғылары. Негізгі қауіпсіздік құрылғыларына бағдаршамдар жатады. Ал қосымша қауіпсіздік құрылғыларына КТСМ 01 және КТСМ 02 құрылғылары жатады. Бұрынғы кездері панап диск деген құрылғы қолданылған. Прибор обнаружения нагретых букс. Қазіргі таңда қолданыста КТСМ 01 және КТСМ 02 құрылғылары. КТСМ 02 құрылғысында панап диск сияқты камера болады. Бұл жерде жұмыс принципі камераның ультрафиолеттік сәуле арқылы букстың астыңғы төменгі бұрышынан температурасын өлшеп отырады. Доңғалақ жұптарының буксасы. Осы буксаның температурасын өлшеп отырады. Жұмыс принципі осындай. Бұдан ақпарат әрмен қарай ПК-05-ке келеді. Өңделген ақпарат байланыс желілері арқылы стационарлық армға барады. Екінші құрылғы педаль, магнитная педаль, болмаса датчики осей деп айтамыз. Бұл құрылғының қызметі өтіп бара жатқан жылжымалы құрамның осьтерін санау. Сол осьтеріндегі ақаулықтар, мысалға торможение, тежеу құрылғысы дұрыс қызмет атқармай келе жатқанда, соның барлығын анықтайтын осы датчики осей. Бұл жұмыс принципі бірінші датчиктен өткен бетте, екіншісі дайын тұрады санауға, біріншісі дайындық, екіншісі санайды, үшіншісі өткізеді, төртіншісі санайды. Болмаса керісінше де тура сондай. D3 санайды, D1 санайды. Қашанда бірінші тұрған D1 мен D4 дайындық. Мына жерде рельсовая цепь деген болады. Мынау қағылып тұрған трос. Осы рельсовая цепь арқылы жалпы КТСМ құрылғысының дайындалуын реттейді. 25 метрге жылжымалы құрам жақындаған кезде, мынау рельсовая цепь осы арқылы ақпарат жаңағы ПК-ға беріледі. Ол ПК жалпы КТСМ құрылғысын дайындайды. Жылжымалы құрам келе жатыр деп. Жылжымалы құрам бірінші датчик осейге түскенде, автоматты түрде ПК-05-те пультында түсіп жатқан жылжымалы құрамның мәліметтері шыға бастайды. Бұл ПК-05 дегеніміз. Мына жерде жалпы бір стойка тұр. Осы жерде Қазақстан темір жолында 3 блок бар. Блок ПК-05. Бұл жалпы КТСМ 02 құрылғысының басы жұмыс істейтін компьютер осы. Блок периферийный контроллер. Барлық сырттан келген ақпараттың барлығы осы ПК-05-ке келеді. Бұл жерде тағы да блок управления напольными камерами, бунк және блок БСК, блок силовой коммутации. Блок управления напольными камерами жалпы КТСМ құрылғысындағы жаңағы камераның барлық қызметін басқаратын. Оның ішінде жылу құрылғыларының қосылуы, болмаса электрмен жабдықталуын реттеп отыратын осы блок управления напольными камерами. Және үшіншісі БСК.
блок силовой коммутации, жалпы КТСМ құрылғысының барлығының электрмен жабдықталуын қамтамасыз ететін осы блок БСК. Содан кейін мына жерде тұрған устройство бесперебойного питания, УБП. Бұл егерде негізгі және қосымша фидерден электр тоғы келмеген жағдайда осы УБП қосылады. УБП 30 минуттан 1 сағатқа дейін жалпы КТСМ құрылғысының қызметін электрмен қамтамасыз етіп тұрады. Міне, мынау жаңағы стойка тұратын және де электромеханиктердің отыратын контейнер, жеке бөлек тұратын контейнер болады. Осы контейнердің ішінде жаңағы тұрған біздің мынау құрылғы сол контейнердің ішінде тұрады. Мына жерде бізде екі камера болады. Левый камера, мына жақта правый камера. Сол және оң жақ камералар. Бұл камералардың барлығы жалғанатын коробка соединительная. Осындай кішкентай қолбишалар болады. Осы кішкентай қолбишалардың ішінде барлық мынау жаңағы камералардың болмаса жаңағы айтылған датчик осейлердің ішкі жаңағы стойкамен жалғанатын кабельдер осы кішкентай қолбишаларда жалғанады. Мына ең шетіндегі тұрған айтып өткен рельсовая цепь. Рельсовая цепь осы алдында қағылып тұрады. Трос мына жағында бір трос, мына жағында бір трос, екі трос қағылып тұрады. Сол арқылы пойыздың қай жерге, қанша метрге жақындады, соны біліп отырамыз. КТСМ құрылғысында тағы да қосымша құрылғы УКСПС. УКСПС құрылғысы жылжымалы құрамның төменгі габариттен шығып келе жатқан кез келген бір детальдары болса, соларды анықтау үшін. Устройство контроля схода подвижного состава. Бұл жерде мысалға пойызбен жылжымалы құрам келе жатқанда, астында төменгі габариттен асып келе жатқан кез келген бір деталь салбырап ілініп келе жатқан болса, міне мынау тұрған кронштейнге тиеді. Кронштейнге тиген кезде мынау перемычка деп тұрған мынау жіңішке жерін сындырады. Осы жіңішке жері сынған кезде электрическая цепь дейді. Жалпы бұл құрылғының қызметтік принципі, жұмыс принципі, міне электрическая цепь, барлығы троспен жалғанған. Осы электрическая цепь, электрлік цепь үзілген кезде тревога беріледі. Міне, мына жерде мынау УКСПС құрылғысы, осының кез келген бір перемычкасы ортасындағы сынған болса, бұдан автоматты түрде ақпарат ПК-05-ке келеді. ПК-05-тен өңделген ақпарат автоматты түрде желінің байланыс желісі арқылы арымға беріледі. Кез келген ақпарат, мысалға камералардан шыққан ақпарат болсын, датчик осейден шыққан ақпарат болсын, барлығы да автоматты түрде блок ПК-ға беріледі. Блок ПК-да ақпарат өңделеді, сөйтеді де байланыс желілері арқылы арымға беріледі. Арымда мынандай ақпараттар шығады. Өтіп бара жатқан пойыздың, локомотивтің саны бірінші, одан кейін жылжымалы құрамның вагондарының саны, уақыты. Содан кейін жаңағы тревога 2 болса, мына жерде тревога 2 деп шығады. Егер жаңағы төменгі габариттен төмен сыртқа шығып бара жатқан детальдар болып, жаңағы УКСПС сындыратын болса, мына жерде тревога 2, волочение деп шығады. Ал егер жаңағы камераның буксты қызып келе жатыр деген мәлімет болатын болса, ақпарат болатын болса, мына жерде Б тревога 1 немесе 2, мына жерде букс деп көрсетіп тұрады. Мына жерде тревога 1 букс деп көрсетіп тұр, міне Б деп. Бұның барлығының өзінің есептейтін таблицалары болады. Сол таблица арқылы тревога 1 ма, тревога 2 ма, сол арқылы
автоматты түрде осылай армның экранына, осы терезесіне осы ақпараттар шығып отырады. Армға келді ақпарат, жаңағы стойкадан ПК-05-тен армнан ақпарат келді. Арм автоматты түрде, егер тревога 1 не болмаса 2 болса, міне прос деген құрылғы бар. Сигнализация и оповещение. Бұл жерде просқа берілген ақпарат автоматты түрде дежурный станция кезекшісінің пульт таблосына шығады. Пульт таблодан, мысалға, егер тревога 2 болса, немедленная остановка, сол жерде тоқтау керек. Соның барлығын кезекші қарап отырып, соны айтып отырады. Ол бірінші хабарлама. Екінші хабарлама прос 1-де дауыспен жазылған машинистерге арналған. Тревога 2 деп дауыспен жазылған хабарлама айтылады. Мысалға, тақ пойызы келе жататын болса, внимание, нечетный поезд, осындай станцияның тревога 2 дейді. Сол кезде машинистер оны естіген бетте тоқтау керек. Шығыс сигналдары, сол станциядан шығыс сигналдар автоматты түрде жабылады. Яғни келе жатқан жылжымалы құрамдық тоқтауына белгі береді. Ал егер тревога 1 болатын болса, станцияның басына келіп тоқтайды. Станцияның басындағы вагон шаруашылығының қызметкерлері жаңағы жылжымалы құрамды толық тексеріп, содан кейін барып рұқсат береді. Сол жылжымалы құрам жүруге болады ма, болмайды ма? Егер болса, рұқсат береді, болмаса, сол жерден сол вагонды ажыратып, сол станцияға қалдырып кетеді. Одан кейін қазір бізде барлығын армға қосқан. Арм ЦПК. Арм ЦПК-ның қызметі, міне, кез келген аралық станция болсын, кез келген сұрыптау станцияларындағы барлық армнан ақпараттың барлығы жиналып, міне, арм ЦПК-ға барады. Ол дегеніміз Қазақстан темір жолында кез келген станцияны Астананың армынан, кез келген станцияда қандай жағдай болып жатыр, соны көріп отыруға жағдайлары бар десек болады. Жалпы КТСМ 02 құрылғысының жұмысы осылай. Бақылау сұрақтары. КТСМ 02 деген не? Камералардың жұмыс принциптері қандай? Жылжымалы құрамның осьтерінің саналуы. Құрылғылардан алынған ақпарат қайда тіркеледі? УКСПС құрылғысы қандай қызмет атқарады? Үй жұмысы. Жылжымалы құрамда төменгі габариттен шығып келе жатқан детальдарды анықтауда құрылғының жұмыс тізбегін ұйымдастыру. Букс температурасы белгілі нормадан асқанда құрылғының ақпарат тасымалдау тізбегін құру. Қолданылған әдебиеттер. КТСМ 02 құрылғысының пайдалану кітапшасы, УКСПС құрылғысы кітапшасы, темір жолда техникалық пайдалану ережелері. Назарларыңызға рахмет.